Азымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады дейді. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрайды: «Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар, ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болыңыз. Сөйте тұра өз басыңызды кем-кетікке салып, жете алмаған жанға отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не?» деп сұрайды. Азымтай жомарт былай дейді: «Оның 4 түрлі себебі бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсем, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезе төмен бейшаралардан жиеніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытамын ба деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, бұның кемшілік емесін біліп, кейінгілер әбірек алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын бір мезгіл, бір-екі пұл тапқан ақшаға нан алып жесем, тойымды болады. Еңбекпен келген дәмнің сенімділігі бар екен. Төртіншісі, Құдай тағалам берген дәулетті өзімсініп, тиісті орындарына қоймай, өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне кінәлі боламын» дейді.